Hey, сәлем, ақпаратты жеткізуге 1 минут уақыт бар. Тез кеттік онда. Қазақстанда алтын табылды. Оңтүстік Шабдар деген жерде. Бұл мәліметті британиялық мекеме бұрғылау жұмыстары нәтижесінде анықтаған. Мекеме биылғы жылдың өзінде бұрғылау жұмыстарын бастап кетпекші. Оңтүстік Шабдарды қазақстандықтар білмеген бе сонда? Білген, бірақ алтын бар деп ойламаған ғой. Мұнан бұрын бұл жерде уран өндірісімен айналысатын степ геология мекемесі жұмыс істеген. Сіз қанша жыл уран өндірген жерде алтын бар десе, қандай әсерде боласыз? Қазақстан онсыз да алтынға бай ел. Өткен жылы 111 тоннадан астам алтын өндірілген. Түрлі сапада әрине. Ал жалпы Қазақстанның алтын қоры 396 тоннадан астам. Әлемде 13-ші орында. Бастысы белгілі бір кісілер қарақшылық жасамаса болды. Өзге де қызықты ақпараттар Экспресс-ка сайтында.